Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін мен аяқ асты YouTube арнама бір видео түсірейінші деп шештім. Енді негізі көптеген идеялар келеді, бірақ тура сол моментте түсіргенге ертең дейсің, тағы бір нәрсе дайын емес, то шашым дейсің, то макияж дейсің, сонымен то үйде отырып түсірем ба, студияға барып түсірейін дейсің, сонымен ертең это қалады да, ертең деген. Жалпы ертең деген нәрсе, завтра это значит никогда. Сонымен ол түспей қалады. Сондықтан да биыл маған өте көп түсініктер келіп жатыр. Жалпы менде қазір цифровая психологиямен өзім айналысам ғой. Енді цифровой психологиямен айналысып жатқаныма уже 3 жылдан астам уақыт болды. Ең алғаш 2023 жылдан бастап осы сюцай ғылыммен таныстым. Одан биыл 2025-те нумерологиямен таныстым, өте көп білімдер алып жатырмын. Биылдың өзінде мен мысалға ровно 1 жыл болды білім алып жатқаныма. И мен от этого прям кайфую. Ала берем. Мен вообще бір күнім менің вообще білімсіз өтпейді. Күнделікті я тренирую мозги. Яғни мына сананы қанша білім алсаң да, вот 3 жылдан бері алып жатырмын ғой білімді, бірақ сонда да 3 жылдан бері алып жатсаң да, саған кейбір түсініктер енді ғана келеді екен. То есть 3 жылдан кейін. Енді бұл бар ғой, бір консультациядан немесе бір оқып алғаннан сен керемет болып кетпейсің. Себебі мына адам баласының ең басты міндеті сананы дамыту. Сананы дамыту, әрдайым сені сананы дамытатын болсаң, постоянно мына мозгты, біздің миымызды тренировать етіп отыру керек. Әрдайым жаңа білімдермен, тренировать еткен сайын, сол кезде сен бұрын естіген мәліметті, бұрын естіген ақпаратыңды қазір как будто бірінші естіп тұрғандай до тебя дойдет. То есть саған осознание келеді. Ол моментте саған осознание келмеуі мүмкін. Сен талай рет, мың рет оқыған нәрсеңнің осознаниясы келмейді. Ал саған осознание бүгін келуі мүмкін да. Сол сияқты маған өте көп осознаниялар келді. Кеше де осознание. Прям осы жылы маған, прям осы октябрь айынан бастап, прям вообще күнде осознание, күнде новый түсініктер келеді. Себебі биыл менде осы цифровая психология бойынша менде 7-ші жыл. То есть менің жеке жылым 7. Яғни әр адамның өзінің жеке жылы болады, және ортақ жылды болады. Биыл мысалға бізде 2025 әлем бойынша 9-шы жыл болып жатыр. 9-шы жыл естіген шығарсыздар барлықтарыңыз. 9-шы жыл год завершения, год разрушения. Яғни биыл сондай эмоциональный жыл болды, өте сондай ауыр, себебі биылғы жылы көп адамдар оянып жатыр. Ояну деген ол қалай? Ол негізі ояну деген отдельная тема, өте ұзақ тема, сондықтан оны қазір айтпаймын, басқа видеоларда айтамын бұйырса. Көп адам оянып жатыр, көп адам бұрынғы нәрселеріне нүкте қойып жатыр, то есть бұрынғы жұмысынан кетіп жатыр. Өйткені ол жұмысқа уже то, что бұл жыл, былай ғой мне, то, что адам долго строил, сол строить еткен нәрсесі разрушается. Түсінікті ғой, то есть сен бір нәрсені көп құрдың, бәленбай жыл құрған нәрсеңді, осы жылы ты хочешь это завершить. То есть сен осы жылы соның бәріне нүкте қойғың келеді. Мысалға отбасын алайық, мысалға отбасы, айырылысулар өте көп биылғы жылы, жұмыстан кету деген сияқты, осындай нәрселер өте көп. Сонымен қатар 9-шы жыл бұл адам негізі денсаулыққа мән беретін жыл. Денсаулыққа мән беретін, чекап өтетін сондай жылда. Ал оның жаңағы рекомендацияларын жасамаған кезде, осы жылдың рекомендацияларын, сенде хронический ауруларын шыға бастайды. Көп адамдар қайтыс болып жатыр биылғы жыл. 9-шы жыл ол год очищения. То есть адамдар көп қайтыс болып жатыр. Көп деген адамдар түсініктер келіп жатыр, жаңа пробуждаться етіп жатыр, оянып жатыр дедім. Вот осындай жыл. Жалпы биылғы 9-шы жыл және де эмоция жылы. Эмоция өте көп, агрессия өте көп, сондай жыл болды. Енді келесі жылы бұйырса әлемде 1-ші жыл келе жатыр. 1-ші жыл бұл год, когда все начинается с нуля. Новая жизнь, новый жұмыс, жаңа өмір, жаңа белестер, жаңа проекттар деген сияқты, жаңа, мысалы, адамдар тұрмысқа шығып жатады, жаңа бизнес ашу деген сияқты, барлығын начало всего нового. Барлық нәрсенің бастауы.
басталатын жыл. Бірінші жылда адамдарда энергия өте көп болады, өте солнечный энергия болады да. Егер де бірінші жылдың ұсынысы бойынша сен жаңа іс бастамасаң, жаңа нәрселермен білімдер алмасаң, мысалға, иә, жаңа нәрсені енгізбесең өміріңе, сенде прям мына жүректің айналасында қысым болады. Қысымдадай прям андай болады ғой, күннің энергиясы сені жарып бара жатқандай бір сондай болады. Сондықтан да келесі жылы барлық адамдарға ұсыныс, барлық адамдардың құлақтарын алтын сырға, жаңа нәрсемен айналысыңыздар. Жаңа, өйткені сіздерге өте көп энергия беріледі. Одан бөлек енді жеке жыл деген болады. Мен айтып кеткендей, жеке жыл жетіде ол өте трансформационный жыл деп айтайын. Трансформационный және дағдарыс жылы. Дағдарыс деген сол кризис, яғни кризиста болады, минуста болсаң кризис болады, плюста болсаң өте трансформационный жыл. То есть каждый әр жылдың өзінің саған байланысты да, ол жылдың қалай өтуі. Ол минусовом проявлении, то есть ол жыл минусовом проявлении өтуі мүмкін, либо плюсовом проявлении өтуі мүмкін. Мысалға айтайық, трансформационный жыл деп айтпаймын, мен өзім жеке жылын енді өте маған бір жағынан и кризиста болды, и трансформация да мощный болып жатыр. Күнделікті новый инсайт, күнделікті новый осознание деп айтайын, күнделікті новый түсініктер келіп жатыр. Өте көп түсініктер, хотя бұл білімде мен жүргеніме 3 жылдан 3 жыл болды, мысалы 3 жыл міне февральда болады, бірақ соның өзінде мен түсінбеген дүниелер бар екен. Әрине біз барлығымыз бәрін білетін адам емеспіз, идеал емеспіз, ешкім де идеал емес. Сондықтан барлық адамның өзінің минусы бар, өзінің плюсы бар, өзінің теневая сторона дейді ғой, теневая сторонасы бар. Цифровая психология арқылы өзімді өте көп зерттеген адаммын, цифровая психология, нумерология бойынша да, цифра бойынша да бәрін білем деп жүрген адамның өзінде де қаншама білмейтін нәрселер бар екен. Күнделікті түсініктер келеді. Мысалға мен енді жаңағыдай цифрлармен өзімді таныған болсам, енді мен ішкі әлемімді танып жатырмын. Данный момент осы 7 жыл ішкі әлем. Біз барлығымыз сыртқы әлемде өмір сүреміз. То есть сыртта біз жанталасамыз, жұмыс жасаймыз, бір нәрсеге қол жеткіміз келеді, барлығы как будто өсіп кетті, барлығы как будто керемет болып кетті, барлығы байып жатыр, а сен как будто тоқтап қалдың, как будто у тебя не получается. Сондай бір сезімдерде боласың. Қазіргі инстаграмға кіретін болсаң, қазіргі әлеуметтік желілерге кірсең, сондай сезімде боласың. Это сезім менде де болды. Және де көп адамдарда сол сезім бар, потому что соны көріп, страдать етіп, қайғырып жүрген адамдар да бар. Знаете что? Ол этаптың бәрінен мен өттім. И бұл этапта мен бәрінен қалып қалдым, бүйтіп қалдым, сөйтіп қалдым деп жанталасып жүрдім. Неше түрлі білімдер алдым, Ол білімдерді рассрочкаға аламын, оқимын, одан оларды алып аламын да, хотя мен киім алуға ешқандай рассрочка алып жатқан жоқпын да. Мен только білімге алам. С одной стороны, это бір қарап тұрсаң, это инвестиция в себя. Мен өзіме инвестиция құйып жатырмын, миыма тренировать етугенге инвестиция құйып жатырмын да, киімге, тағы басқа нәрсеге, либо тойға емес та. Ал көп адам тойға, тағы бір нәрсеге құйып жатыр ғой енді. Сол кезде все равно сенде и білімге құйып жатсаң да, сенде какой-то сондай неме болады. Сен не деуші еді, қарызға кіріп кеттім, ой, блин, рассрочкам келе жатыр. Все равно, когда кредит төлейтін момент келе жатқан кезде, сенде сондай уайымдар болады, конечно, болады, любой адамда болады. Сол кезде біз страдать етіп кетеміз. То есть бізде эго 3 түрлі эго бар, эго безразличие, эго страдающий и эго ищет счастье. Сол кезде біз эго страдающийға өтеміз, уайымдаймыз, қайғырамыз, зацикливаемся бір нәрсеге. Қатты зациклен боламыз, ақша табуға, либо қарызға зациклен боламыз, оны қалай төлеймін деп, сондай зацикленіс болған кезде адамда прана энергиясы тоқтайды. Біз жалпы енді энергиядан тұрамыз ғой, энергиямыз тоқтайды біздің. Энергия тоқтаған кезде біз кінәлі іздей бастаймыз, үйдегілер кінәлі, барлығы маған мешать етеді, жұмыс істеуге мұрша бермейді деген сияқты. Сөйтіп эго безразличияға түсеміз. Эго безразличияда вообще жатып қаламыз. Түк те істегіміз келмейді. Жатамыз кәдімгідей. Құрса құрып кетсінші деп.
Вот сондай состоянияда адамның кундалини, биздин энергиямыз, кундалини энергиямыз дремлющий кундалини болот. То есть біз дремлющий кундалини дегенimiz ол адам здесь и сейчас өмір сүрмейді. То есть ол адам либо прошлыйда, либо будущийда тревога. Болашақтан қорқады. Болашақта мен төлей алмай қалсам қайтем, бүйтіп қалсам қайтем, мен ақша таппай қалсам қайтем. Бұның барлығы тревога о будущем, да? То есть болашақты ойлап қайғырамыз. Прошлый опыт, то есть жаңағы өтіп кеткенді да ойлаймыз. Прошлый опыт бізде тот раз не получилось, миымыз айналдырып алып келіп, сол у тебя тот раз не получилось, сенен ешкім сатып алмайды, либо там тағы басқа нәрселерді айтып бізге әкеп тұрады, өйткені бізде память бар ғой. Жалпы адам баласында біздің сюцайда өте керемет айтылған бұл нәрсе ақыл бағдарламасы деген нәрсе бар. Ақыл бағдарламасы сол 4 аспекттен тұрады. Ақыл бағдарламасы эгодан тұрады. Біздің эгомыз постоянно бізге айтып тұрады, сөйлеп тұрады, бізді қорқытып тұрады да. Одан кейін бізде память бар. Память ол біздің денемізде находится, памятіміз. Одан кейін жаңағыдай тонкий интеллект бар бізде, және де наслаждение. Осы 4 аспекттен тұрамыз. Сол бізде ум, жаңағыдай бізді қорқытатын, бізді шектейтін ол ум. Біздің ақыл бағдарламамыз ум, то есть бізге дауыстар. Миымызда өте көп дауыстар бар. У тебя не получится, у тебя анандай, блин, кредиттің күні жақындады, тағы басқа деген сияқты ойлар бізді мазалайды әрдайым. Енді бұл жерде жаңағыдай тонкий интеллектке шығуымыз керек біз. Тонкий интеллектті біз қалай қоса аламыз? Энергиямызды қалай көтере аламыз? Жалпы бізге ақша табу үшін бізге энергия қажет қой. Ол үшін бізге энергияны көтерумен айналысуымыз керек, және энергиямызды сақтап қалумен айналысуымыз керек. Дисциплина тела керек. Ол үшін дисциплина тела керек. Мына санамызды ретке келтіру үшін біздің денемізде реттілік болу керек. Денемізді дисциплинаға келтірген кезде ходьба арқылы, таңертең күнде жүру арқылы, өйткені біздің энергиямыз, жаңағы кундалини энергиямыз, ол біздің мына копчикта орналасқан, копчиктан орналасқан, сол жүрген кезде ақырын үстіге көтеріледі. Жалпы білесіздер, чакра деген бар, энергия көздері деп айтады. Сол біздің мына омыртқамызда орналасқан, бірінші чакра, екінші чакра деген сияқты, сол былай көтеріледі, жоғарған, басқа дейін көтеріледі. Сол кезде бізде тонкий интеллект қосылады. Тонкий интеллект қосылған кезде бізде кәдімгідей біз таңертең жүрген кезде өте көп жаңағыдай бізде 5 сезім мүшесі ашылады. 5 сезім мүшесі, бізде қандай 5 сезім мүшесі бар? Ол тыныс алу, ол дәм сезу, ол есту, ол тактильность, иіс сезу деген сияқты, осы 5 сезім мүшеміз бар біздің. Осы 5 сезім мүшеміз қосылады. Сол кезде біз уже көре бастаймыз. Жалпы мен негізі бұл видеоны түсірудегі мақсатым осы биылғы жыл, жалпы осы 7-ші жыл, жалпы жылдың осы адам баласына осы жеке жылдың өте көп әсер ететінін, өте көп сол жеке жылды адамдар білсе екен деп ойлаймын да. Жылды білу арқылы сен жеке жылды білу арқылы сен сол жылдан плюста шығуына болады. Минуста емес, сен плюста шығуына болады. Себебі сен алдын ала білесің, сенде қандай жыл екенін, ол энергияны қалай жұмсау керек екенін білесің. Не нәрсеге сен конкретно жұмсағанда сен плюста боласың. Не нәрсені сен жасамайсың, сен сол жылы плюста емес, минуста боласың. Мысалға айтатын болсақ, жаңағы Қабатовта мысалға 2-ші жыл болып жатыр биыл. Ол минуста, ол адам 2-ші жыл, ол қарым-қатынас жылы. Қарым-қатынас жылы. Минуста ол адам 2-ші жылында. Қарым-қатынасты, кез келген қарым-қатынасты бұзғысы келеді. Өйткені мына жерде айтып отыр ғой әйелі, жаңағыдай ол өзі звондап маған, жазып маған қарым-қатынасты бұзайық деп айтты деп. Көрдіңіздер ғой, ол қарым-қатынасты бұзғысы келеді адам. Любой. Ал егерде ол кісі плюста болатын болса, қарым-қатынас одан сайын мықтырақ болар еді. Сондықтан жеке жылыңыз қандай, соны білу өте маңызды. Мысалға трансформационный жыл менде, биыл мен кризисқа кірмеу үшін мен не істеуім керек?
мен өте көп жаңағыдай йогамен айналысуым керек еді, дисциплина тела менде болу керек еді. Тағы да немене, энергия көтерумен, жалпы энергия көтерумен айналысуым керек. Ал биыл мен негізі өте жаңағыдай энергия көтерумен қатты айналысқан жоқпын. Себебі мен үйде жаңағыдай балам бар дедім, балам кішкентай, мен келгенше жылап қалады дедім. Оның барлығын маған кім айтып тұр? Оның барлығын маған эго айтып тұр. То есть мой ум, да, сөйтіп айтады. На самом деле мені шектеп тұрған тек қана менің ойым. То есть менің ойым ғана мені шектеп тұр, мені басқа ешкім шектеп тұрған жоқ. Вот осылай біз ловушкада жүреміз. Барлығымыз осы умның айналасында, сол умның айтуымен миымызға әр секунд сайын келіп тұрған 60 мың ой келеді дейді. Бір күнде адамға 60 мың ой келеді екен. Сол ойдың арбауында өмір сүріп жатырмыз. Барлық көп адам солай. Оянған адамдар өте редко. Менің өзім қазір енді оянып жатырмын. Мен қазір ояндым уже. Оянған адам деген қандай адам? Оянған адам деген ол мына өзінің что им управляет, соны көре алған адам. Өзінің темный сторонасын көре алған адам, өзінің теневая сторонасын көрген адам. Және де мен соңғы кезде Мақпал Қаратайдың сабақтарында алдым, подкасттарында көрдім. Сол жерде айтады, бір кісі айтқан екен, ол кісінің бір ұстазы айтқан екен, егер сен өзіңді жек көріп кетсең, өзіңді көрген кезде, өзің қандай екенді көрген кезде сен өзіңді жек көріп кетсең, значит сен ояндың деген сөз екен. Реально мен биыл осы трансформационный 7-ші жылымда мен өзімді жек көріп кеттім. Реально мен өзімді қатты жек көрдім. Себебі мен өзіме андай ғой, жаңағыдай өзімнің темный стороналарымды көрдім. То есть мен өзімді білем екен деп жүрдім. На самом деле мен өзімді білмеген әлі қаншама заттарым бар екен, да? Темный стороналарым жетеді. Барлық адам ойлайды, мен идеальныймын деп, өзін керемет санайды да, но на самом деле ол ұйықтап жүрген адамдар. Ол өзін көремеген адамдар әлі. Өзін жақсымын деп санаған адам болса, значит, сол адам өзін әлі көрген жоқ. Настоящий өзін әлі көрген жоқ. Оянған адам настоящий өзін көрді. До такой степени жек көріп кеттім. Не любовь. Менде өзіме деген вообще жақсы көру болмаған, не любовь к себе. Ішімдегі внутренний, әр адамның өзінің внутренний ребенок болады ғой астында. Ішіндегі сол внутренний ребенокты әбден ренжітіп тастағанмын ғой. Әбден сен бүйтпейсің, сен сөйтпейсің, сен таңертең тұрмайсың, сен қайтбаға бармайсың, жатасың, апатия у тебя, неге елдер құсап ақша таппайсың деген сияқты өте көп нәрсе ұрса бергем. Бірде-бір мақтау айтпағам да, сен осындайсың, сен мынандайсың деп. Басқа адамдар, мысалға, көп адамдар даже білім алудың өзіне қорқады ғой, мысалға айтатын болсақ. Білім ал десең, какой-то 10 мың теңгелік білімді алмайды ғой. Сондай адамдар бар ғой, ақшаларын аяп отырған. Мысалға, ал оның жанында мен вообще қорықпай, бәленбай миллионға білім алып, күнде миымды тренировать етіп, күнде жұмыс жасап атқан, 3 жыл бойы жұмыс жасап атқан адаммын ғой. Мен неге өзіме бір мақтау айтпағанмын? Вот это и есть не любовь к себе. Соны мен биыл түсіндім. Осы 7-ші жылымда не любовь к себе деген не екенін түсіндім. Любовь к себе деген ол жаңағыдай не емес, анандай бір бетіңді бояп, керемет киім алып, бренд алып, тағы бір және. Ол да енді, конечно, любовь к себенің жаңағыдай бер жағы деп айтсақ болады. На самом деле, любовь к себе деген ол өзіңді толығымен қабылдау. Сен қандайсың, сен жетістігің бар ма, жетістігің жоқ па, өзіңді жақсы көр. Нәтиже шығардың ба, нәтиже шығармадың ба, өзіңді жақсы көр. Біз в основном қалай өзімізді жақсы көреміз? Бір нәтиже шығарсақ, жетістікке жетсек қана өзімізді жақсы көреміз, иә? Ал ештеңеге жетпесек, нәтиже болмаса, біз өзімізді жақсы көрмейміз, жек көріп кетеміз, да? И менде де сондай болған, да. Сондықтан мына жерде былай екен ғой, өзіңді жақсы көру деген ол өзіңді полный шартсыз жақсы көру. Мысалға, сен балаңды өзің шартсыз жақсы көресің ғой. Сенің балаң ештеңе істемесе де, ешқандай нәтиже көрсетпесе де, қандай болса да сен балаңды жақсы көресің ғой, сен ішіңнен шыққан балаңды. Білмеймін, ешқандай ата-ана өзінің баласын жақсы
көрмеуі мүмкін емес та. Сол сияқты ғой, өзіңді сен солай қабылдау керексің. Өзіңдің ішіндегі кішкентай кездегі өзіңді елестетші өзің. Мысалы, кішкентай кезінде сен қандай болдың? Тура сол фотоны елестетіп, өзіңді елестетіп, осы балаға сен қазір қалай ұрысып жатқаныңды елестетіп көрші. Мен соны өзім елестеткен кезде, иә балам, жаңағыдай, блин дедім ғой, осындай кішкентай нәзік балаға қалай мен ұрса бергем, бір жылы сөз айтпағам, бір жақсы сөз айтпағам, бір мақтау айтпағам, она же все так старается, что-то делает, каждый день учится, каждый день бір нәрсе алып жатыр, оқып жатыр, тоқтаған жоқ. Биылдың өзінде 7-ші жылы мен алдыңғы жылы мысалға 2024-тің декабрынан бастадым, коучингтан бастап, әлі міне сол кезде коучинг алып 3 ай жұмыс жасадық. Одан кейін менде нумерология оқыдым, одан кейін нумерологияның повышениесін оқыдым деген сияқты. Содан бері әлі оқып келемін, и до сих пор қазірдің өзінде мен коучингта жүрмін. До сих пор мен әлі өзімді копать етіп жатырмын. Мен ұстазым Жанат Қожамжаров айтқандай, копай свой огород деп. Сол сияқты до сих пор өзімді копать етіп келе жатырмын, копать етіп келе жатырмын, копать етіп келе жатырмын, и шығып жатыр барлығы. Өзімнің нақты мен биылғы түсінген нәрсем. Мен биыл до этого мен өзімді цифрлар арқылы өзімді таныдым, өзімнің минустарымды білдім, қабілеттерімді білдім деген сияқты, миссия предназначениямды білдім деген сияқты. Енді биыл мен өзімді қай жағынан танып жатырмын? Биыл мен танып жатқаным, биыл мен өзім не сезініп отырмын? Данный момент не сезініп отырмын? Таңертең тұрғаннан кеш батқанға шейін мен не ойлап отырмын? Соны түсініп жатырмын. Реально біздің өміріміз, қазіргі реальность, ол біздің ойымыздан ғой. Біз не ойлаймыз, соны шашып жатырмыз айналамызға. Біздің мына басымызда антенна бар да, антенна как Wi-Fi сияқты да. Сол Wi-Fi арқылы бізден қандай информациялар кетіп жатыр. Сол реальностьті біз өзімізге тартып отырмыз. То есть подобное притягивается к подобному дейді. Это реально, это тоже научное доказательство, что біз не ойлаймыз, сол өмірімізге келеді дегендей. Барлық нәрсені, барлық қиындықты, сізде қазір қандай қиындықтар болып жатыр, қарым-қатынаста қиындық па, әлде кредитіңіз бар ма, әлде ақша таба алмай жатсыз ба? Бұның барлығы біздің өзіміздің тартып алған дүниеміз, өзіміздің миымызбен шақырып алған сценарий. Әр адам өзінің тағдырының авторы негізінде. Және адамға берілген екі нәрсе бар екен. Ол таңдау және фокус. Сен таңертең тұрғанда өзің не таңдайсың? Соны өзің шешесің. Жақсы ойлауды таңдайсың ба? Әлде сол жаман ойлауды таңдайсың ба өзіңде да? Және фокус. Фокусты да өзің таңдайсың. То есть фокус сенде қайда? Фокус сенің осы сәтті бағалап, қазіргі сәтіңді шүкір айтып, соны бағалап, соған қуанып, соған бақытты болып, дәл қазіргі сәтте соған бақытты болуға фокус қоясың ба? Әлде уайым қайғыңа фокус қоясың ба? Оны үлкен қылдырып қоясың ба? Өзіңнен үлкен қылдырып қоясың ба? Проблеманы өзіңнен үлкен қылып қойсаң, сен однозначно эго-безразличияға түсесің. Когда ты вообще ничего не захочешь, депрессияның тұңғиығына түсіп кетесің. Ол жерден шығу қиын. Ол жерге бір түстің ба, сен обязательно ауру боласың, содан кейін барып әрең-дегенде шығасың да. Сондықтан ол жаққа түспей, фокусты жақсы нәрсеге қою тоже сенің таңдауың. Фокус қай жерде, сол нәрсе өседі. Сондықтан да фокусты жақсы нәрсеге қояйық. Фокусты уайымға, қарызға, кредитқа, тағы басқа нәрсеге қойсаңыз, сол нәрсені сіз өсіріп жатырсыз деген сөз. Сондықтан біз фокусты жақсы нәрсемізге қояйық. Келесі видеоларда мен бар ғой, мына вибрация жөнінде айтқым келіп тұр. Енді ол өте қызықты тақырып. Вибрация жалпы біздің өмірімізге қалай влиять етеді. Сол жайлы айтқым келеді, және де эмоциялар жайлы айтқым келеді. Бізде жалпы жағымды және жағымсыз эмоциялар бар ғой, солар бойынша айтқым келеді, және де армандар қалай орындалады, сол туралы да
келесі видеоларда айтамын. Сондықтан да каналға тіркеліп қойыңыздар, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Сол кезде сіздерге жаңа видео шыққан кезде уведомление келіп тұрады. Ал енді менің бұл жаңағыдай үйде отырып түсірген видеом, және мен андай бір студияға барып, дайындалып, немесе сценарий жазып алып, олай түсірген жоқпын. Барлығы в потоке дейді ғой, ағын күйінде болған видео. Сондықтан енді бағалап кетіңіздер, сіздерге бір пайдалы болсын деген ниетпен, осы бір адамдарға жақсы пайдалы нәрселер түсірейінші деген ниетім бар. Осы ютубқа көп анандай бар ғой, бір перфекционный взглядпен қарамай, андай бір ананы бүйтіп істеуім керек, мынаны бүйтіп істеуім керек. Ол нәрсе істелмейді. Сол моментте сен в потоке жасамасаң, ол нәрсе қалады екен. Сондықтан мен оны білемін. Ол жайлы тағы да видеолар алда айтамын. Менің басымнан өткен нәрселер бұның барлығы. Өйткені адамның жаңағыдай өзінің басынан өткен нәрсесін ғана сен шын жүрекпен, жүректен жүрекке жеткізіп айта аласың. Ал когда сен бір сценарий құрып алып, сөйтіп дайындалып жасаған кезде ол видео жүректен жүрекке жетпейді. Және де қалай бар солай айтамын, шынайы, қарапайым түрде, жаңағыдай арасында орысшасы да кетіп жатыр. Енді солай сөйлейміз, енді ол ешқандай дайындық жоқ бұл жерде да. Сондықтан оцените это видео. Сіздерге пайдалы бола берейін.